Каспий жағалауы тұнған тарих. Мына кемелер қай заманда батқан, қай елге тиесілі екені әлі күнге дейін белгісіз. Уақыт оларды мүжіп, бүгінге ағаш қаңқалары ғана жеткен. Бірақ сол ағаш қалдықтары өткеннің сырын сақтап тұрғандай. Бұл Құрық ауылы, Маңғыстау облысы Қарақия ауданы аумағында орналасқан. Теңіз қақпасы, еңбек пен мүмкіндіктің мекені. Бүгін біз Құрықтың тыныс-тіршілігімен танысамыз. Осы ғимарат 5 этажды болғандықтан, осы жоғарғы этаждарға келген пациенттерімізді жоғарғы этаждарға қол жетімділікті арттыру мақсатында қазір лифт құрылысы жүргізіліп жатыр. Сіздің оңалту орталығына негізі адамдар қандай мәселелермен келеді? Оңалту орталығына кімдер келеді деген сұраққа жауап беретін болсақ, біздің оңалту орталығына әлеуметтік портал арқылы, әлеуметтік портал арқылы, яғни сабезден деп айтамыз, мүмкіндігі шектеулі азаматтар келеді. После операции, после инсульта, после травмы, после инфаркта осындай әртүрлі этапта жаңағы емделуден өткен, операциядан өткен емделушілер бізде КС2 және КС3 этаптар арқылы бізге емделуге келеді. Одан кейін ақылы түрде де қызмет көрсетеміз. Бұл тарақ сияқты, бірақ та емдік қасиеті бар екен, яғни шаштың түсуіне және тағы да инсулин қан айналымына. 2400 пациент болған болса, өткен жылы 3000-нан астам пациент табылды. Қай жақтарыңыз ауырып келдіңіздер? Инсультымыз ғой. Баспалдақтан еркін шығасың, Қазіргі таңда бізге келіп жүрген пациенттердің диагнозы көбісі деген дизартрия, афазия, алавия деген дизартрияға қарсы бізде қолданатын основной логомассаж жасаймыз, сосын деген карточкалармен жұмыс жасаймыз. Кожаные заболевания болса сосын кровоизлияние жүрген. Ондай процедура біз бұрын дейтін биритуалмен, мысалы дейтін основной хронический бронхит, сондай аурулар, тыныс аурулар бар недегі биритуалменен сондай бәрі қосып жасаймыз. Аппаратты бірінші пациентті қабылдап, ол кісіде дәрігердің тағайындауы бар ма, жоқ па, сол бойынша қарап, пациентті осы кушеткеге жатқызып, магниттің ішінен кіргіземіз. Денесінде темір бар ма, әлде қандай операция болды ма, немесе ауыратын жері бар ма екенін сұрап, жағдайын қадағалаймыз. Сосын барлығы жақсы болса, аппаратты қосып стандарт түрде басамыз. Бұл миомаға, әйелді адамдарға марка жағынан, зоб ауруына көмектеседі және денеге магнит таратады. Бізде түс шахтасында көбінде пациенттер дыхательный гимнастикада жасайтындар. Кемінде бұл жерде 15 минуттан 20 минутта жарты сағат еммен бос уақытында демалып отыруға болады. Бронхтарға, астмасы бар пациенттерге соларға өте пайдалы. Мында толықтай тұзбен қамтылған және де ар жақтан бізде аппаратпен пациенттер кірген кезде тұз жіберіп қоямыз, тұз ауамен тұз келіп тұрады. Магнит және 4 аппаратымыз бар. Магнитті көбінесе қан айналымын жақсартуға, тіндердің қалпына келтіруін жақсартуға қолданамыз. Бұл жалпы артрит, артроз, буын ауруларына көбінесе беріледі. Парафин прибавить. Мынаның ішінде парафин қайнап тұрып, 70-80 градустың артысында. Сосын мынандай ыдыстарға құямыз. Мен қазір босағаны ғой. 70-60 градусты уже еріп, осындай состоянияға келеді. Осыны салып қоямыз. Аның қай кезде келсе де 47 градус, 48 градус суығында тұрады. Суықта бар, тамыр-тамырда бар, соңында бар. Қан айналымды дұрыстайды. Майы сіңсе, ана сүйек еттен өтіп, сүйекке жетеді, сүйектен өтіп, жұлынға жетеді. Сондай қасиеті күшті. Біз енді әбішханұлы оқу бөлмесі, бұл жерде әбішханымыздың барлық еңбектері, қолданған жазбалары, нағыз құндылығымызды сезініп отыру мақсатында осылай кабинеттер жасақтап бергенбіз. Тұрған көрініс тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған, анағы үйдегі қалған диван, шкаф, буфеттерден қалған материалдар обойменен өзіміз балдарға бірге жасатып, осындай көрнекілік істеп қойдық бұрышта. Себебі бұл бұрыш қалдықсыз бұйымдарды жасауға арналған. Жас маман жобасы аясының негізінде ең соңғы үлгідегі тігін машиналарымен жабдықталған
қыздарымыздың өндірістері күнделікті сабақта тігетін. Гүлзира Ауысқызы республика бойынша біздер тігін мамандығы бойынша экспертіміз, тәжірибелі ұстаз. Маңғыстау жері ұлттық киімдерді, ұлттық дәстүрді қатты ұстанады және оны соларды насихаттайтын халық. Біздер осындай бірнеше киімдер дайындаймыз. Соны біз қазіргі таңда жақсы Инстаграм арқылы көрсетеміз. Сол бойынша біздерге тапсырыстар түседі. 2 сағатта мына кәжеге дайындап жатырсыздар, иә? Иә, 1,5-2 сағатта дайындаймыз. Тез істейміз, өйткені біздерде бригадный метод қой. Например, бір қыз қиып атса, біреу ою салып атады. 2 сағатта дайын болған кәжеге. Мен жолдасымыз екеуміз Астанада оқып білім алдық. Мен негізі осы Маңғыстау елінің тумасы емеспін. Енді тағдырым мені осындай жерге алып келді. Жолдасымыз екеуміз жарасып, сөз құрып, осы Маңғыстау жеріне, Қырық жеріне келін болып келдім. Негізгі мақсатым осы білімімді одан әрі ауылдық жердегі білім алатын білім алушыларға дәріптеу болды. Мен Қарақия кәсіптік колледжінің өндірістік оқыту шеберім. Арнайы кесіліп ішкі дүниелер ашық күйінде көрсетілген КАМАЗ моторы қозғалтқышы, мынау КАМАЗ қозғалтқышының қорабы. Порттың саласы болғанда, порт енді өзіңізге белгілі зат қой, шекарада орналасып, кемемен келеді, темір жолмен, көлікпен келеді, басқа әуе жолдармен келеді жүктерді осы кемеге орналастырып, шығарып салу, кейін қарайда сол қабылдау. Басқа мемлекеттерден теңіз арқылы келген жүктерді осы жерден қабылдап, тиісті көліктерге темір жол болсын, автокөлік болсын, соларға орналастырып, кейін қарай әрі қарай шығарып салу. Өзіңіздің жұмысыңызбен таныстырып өтіңізші. Мен портта оператор болып жұмыс жасаймын. Келген кемені қабылдап, обработкасын қадағалап, сосын кемені жібереміз. Өзіңіздің ауылыңыз туралы айтып өтсеңіз. Енді бұл біздің Қырық ауылы деген 1973 жылы құрылған Қырық ауылы болып. Қазіргі таңда 168.000 гектар көлемде алып отыр. 168.000 гектарда 11.612 халық тұрады. Станция Қарақия мен Маңғыстау жері бар, Қырық ауылына қарасты. Ауылды теңізі Каспий жағалауында орналасқан. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Ауылдың көптеген өзгерістері бар қазіргі таңда. Сіз әкім болғаннан кейін ауылда не өзгерді? Орталық алаңдар абаттандыру, тұрғындарға қолайлы парктер барлығы қайтадан жаңартылып, жаңағы ағымдағы жөндеу жұмыстары барлығы, сонымен қатар балалар ойын алаңы, спорт алаңдары барлығы осы келген 1,5 жыл уақыт болды. Сол ішінде осы жұмыстарды жүргізіп жатыр. Осы Каспий теңізінің жанында адамдар келіп демалады, бұл жердің барлығы тас болды. Иә, бұл енді мына келіп отырған жеріміз пирс жағалауы дейді. Бұл жерде мына Абай маневрлік базасы орналасқан. Сонымен қатар Ерсай жанында біздің коммуналдық жағажай бар. Коммуналдық жағажай 2023 жылы салынған болатын. 1 гектар аумақта. Сонымен қатар тұрғындарға қолайлы жағдай жасау мақсатында, яғни бұл жер тастағы жер болған, адам келіп отыруға мүмкіндік болмады. Соған қазір 90 мың куб осы теңіз топырағын абаттандыру жұмыстарын жүргізейін отыр. Яғни бұл жерге жарық шамдары, отырғыздар, жаяу жүргінші жолдары отыратын қолайлы. Сосын және лизактер адам отыратын жолдар орындық бар жасауға биыл жоспарға қойып, өздеріңіз көргендей қазір жұмыстың барысы жүргізіліп жатыр. Ауылда жастарға қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Ауыл жастарына енді қазіргі таңда барлық мүмкіндіктер бар. Жастардан қандай ұсыныс пікірлер түседі, сол тарапта орындауға біздің қолдау табылып, қандай да қажеттіліктер болса орындалды. Яғни воркаут алаңдары, жастар сұрайтын кешкі мезгілде тонаға барып отырып жаттығатын воркаут алаңдары, футбольный ойын алаңдары барлығы жастардың қажеттіліктері. Жарым жыл болды әкім болғаныңызға. Кішкентай кезіңізде әкім боламын деп ойладыңыз ба? Жалпы енді алға қойған мақсат болады. Елге осы ауылда туылып өстім, Қырық ауылында кіндік танытқан. Әрине, әр адам өз еліне, жұртына, ауылына қызмет етуді армандайтын адамдар да бар. Соның бірі осы ойладым, армандағым мақсатым ауылға қызмет етсем, осы өзімнің туылып өскен ауылымды дамытып, одан қарай үлкен ауылдардың қатарын көрсетуді алмақ. Біздің парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі қай ауылдың тыныс-тіршілігімен таныстырғанымызды қалайсыздар? Пікірге жаза кетіңіздер.